Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Назерке осындай гречка пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Өте керемет шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен гречканы жуып тазалап алдым. Суымды кастрөлге қайнатуға қойдым. Подливасын жасауға кірісетін боламын. Алдымен бір пиязымды уақтап турап алдым. 2 зубчик чеснокты уақтап турап алдым. Енді етімізді уақтап, қалауымызша турауға кірісеміз. Барынша уақтау болғаны дұрыс, жылдам пісу үшін. Табамызға шамамен жарты кәседей майымызды құямыз және етімізді салып, тұзын, бұрышын және чесногын салып, араластырып, қуыруға жіберетін боламын. Суымыз қайнағаннан кейін гречкамызды саламыз. 1 стакан гречкеге 2 стакан шамамен су кетеді. Тұзын салуды ұмытпаймыз және піскенше пісіріп алатын боламыз. Етімізді жай отта қақпағын жартылай жауып пісіретін боламыз. Біздің етіміз күйіп кетпейтіндей етіп, және де менің етім жасыл малдікі болғандықтан жылдам пісетін болады. Егер сіздікі үлкен малдың еті болатын болса, онда ішіне азғандай су құйғаныңыз жөн болады. Етіміз қуырылып пісті. Енді үстіне пиязымызды салып, араластырып, пиязымыз қызарғанша қуыратын боламыз. Және қалауыңызша дәмдеуіштер салсаңыз болады. Мен азғандай ғана магgi на косточке және паприка қостым. Және де 1 қасық томат қосатын боламыз. Томатымызды, пиязымызды барлығын біркелкі араластырып, біздің тұздығымыз қуырылғанша араластыратын боламыз. Міне осылай қызарып, қуырылып шығу керек. Азғандай ғана кептірілген укроп салдым. Және де дәміне қарай тұз саласыз. Әдетте тұздыққа көбірек тұз салуға тырысамын. Қайнап тұрған суымыздан 1 кәседей суымызды құйып, бетін жауып, бұқтыруға 15 минутқа қоятын боламыз. Және бетіне осындай жасыл пияздан турап салатын болдым. Достар, міне біздің соусымыз дайын болды. Өте дәмді соус шықты. Гречкамызды бана пісіріп қойған болатынмын. Алдымен ыдысымызға гречкамызды салып, үстіне подливасын әдемілеп құйып, жасыл пиязымызды салып, үйдегілерге бере берсеңіз болады. Достар, гречканы қалай пісіресіздер, комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.